Қазақты бүгінгі тәуелсіздікке жеткізген не нәрсе? Ол қазақтың тектілігі. Ал тектілік дегеніміз кешегі табын Бұқарбай батыр өзінің әскерімен келе жатады. Сол кезде алдынан бір екі құдық шығады. Сол құдықтың басына біраз күн отырып қалған екен. Ал ол құдықтың иесі бір жас жігіт, сол құдықтың суын сатып жаңағы күнелтіп жүрген. Содан жаңағы анау Бұқарбай батыр ғой, Кенесарының батыры, масынан сескеніп өзінің құдығына бағанағы жас жігіт бармай алған екен. Одан құдығымды тартып алды ғой мына Бұқарбай батыр деп бір көрші ауылда Молдағисық деген атақты бір ақсақал бар екен, ғұлама ғалым кісі, соған барған екен. Ау Молдеке, Бұқарбайды елден батыр қылып жаратқан болса, үстем қылып жаратқан болса, Алла жаратты. Ал мені елден жарыл қылып жаратқан болса, мені де Алланың жаратты. Мен де Алланың пендесімін ғой. Ана құдығымды алып беріңіз деген екен. Сол кезде Молдағисық ақсақал, ей шырағым отыр, ас су іш деп қасына отырып қымызын беріп, бір аппақ қағазды алып, сол аппақ қағазға жазады екен. Жазып бүйтіп бүктеп, мә мынаны Бұқарбай батырға бер деп қолына берген екен. Бағанағы жас жігіт Бұқарбай батырдың ордасына келеді. Күзетшілерден рұқсат сұрайды да ордаға кіріп, ау Батыреке, мынаны сізге Молдағисық ақсақал бер жіберді деген екен. Бағанағы Бұқарбай батыр бір кезде қатты ашып оқып отырып, ау әттеген-ай, болмаған екен ғой, жігіттер үйді жығындар, көшеміз деген екен. Шырағым дейді, астындағы қара керет саған далада тұрған ертоқым мен соны ат-тон айыбым ретінде үстімдегі ішігім деп бағанағы ішігін жапқан екен Бұқарбай батыр бағанағы жас жігітке. Сонда білесіздер ме, бағанағы бір жапырақ қағазда Молдағисық не деп жазғанын? Мынандай сөз жазған екен: текті адам тек жүреді, текелігі ик жөн жүреді деген сөз екен. Бірақ ауыз сөз. Текті адам тек жүреді, текелігі ик жөн жүреді. Оның астарында, ей сен 300-ге, кәдімгі 300-ді басқарған Кенесарының батыры текті Бұқарбай батыр емессің ба? Сен ана жарлының құдығында нең бар? Сен көшетін жерің мен қонатын жерін білмей қалдың ба? Сен ортек емессің ба ел басқарып жүрген деген астында үлкен сөгіс жатыр. Сонда ана сөз естіген бағана Бұқарбай батыр, шырағым кешіре гөр мені, ат-тон айыбың бізден болмаған екен ғой деп бағанағы ішігін жауып, астындағы қара кератын қап-қара келенді уәгенді алттай шабионмен бағанағы жігітке тапсырды мысалы. Міне қазақтың мәрттігі, қазақтың тектілігі. Біз сондай халықтың ұрпағымыз, айналайындар.